Бекмурат Айдосов. Мен жасыл клуб номинациясы бойынша А бөлімі. Менің жобамның тақырыбы сергек камера табиғат айнасы. Жобамның мақсаты оқушыларды қоршаған ортаға құрметпен қарауға баулу, оқушылармен экологиялық мәдениетті қалыптастыру және экологиялық ойлауды қалыптастыру. Зерттеу өзектілігі мектебі жасыл мектепке айналдыра отырып, оқушылар бойында экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Менің жобамның зерттеу жаңалығы инновациялық технология пайдалана отырып, оқушыларды инженерлік дағдысын дамыту. Сергек камерасы қоқыстарды бақылап, тексеруге және автоматты түрде қадағалауға арналған жүйе. Менің жобамның артықшылығына келетін болсақ, автоматты жүзеге қолдау көрсету және тез іске қосылады. Ал кемшілігіне келетін болсақ, қоқысты тексеру процесінің мүлдем көптілігі және техникалық қателіктер. Сергек камераны орнататын орындар теңіздің жағасы, парктер және де аялдамалар болады. Сергек камерасының статистикасына тоқталатын болсақ, біз Қазақстан бойынша қоқыс ең көп жиналатын аймақтарды анықтадық. Оның ішінде Атырау қаласы 61 мың, Астана қаласы 300 мыңға жуық, Павлодар қаласы 380 мың, Қарағанды қаласы 383 мың, ал ең көп жиналған аймақ Алматы қаласы 480 мың. Жобамды іс жүзінде көрсететін болсақ, бойынша қала статистикасының осы қалалар бойынша есептедік. Орал қаласы 50 мың тонна қоқыс жиналды. Біз оларға 100 камера ұсындық, 30 миллион табыс табамыз. Ақтау қаласы 110 мың тонна қоқыс жиналды. Біз оларға 600 камера ұсындық. Соның арқасында 180 миллион табыс таба аламыз. Қорытындылай келе, сергек камерасы бұл табиғаттың экологиялық тұрақтылығын арттыра отырып, қоқыстарды тасуда тиімді басқаруға мүмкіндік беретін құрылғы. Біздің мақсатымыз осындай құрылғыны пайдаланып, қазіргі таңдағы экологиялық мәселені шешімін жеңілдету және сергек камера табиғат айнасы деп сеніммен айта аламыз.